Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, сыры ауызда ерейтін хачапури дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен біз қамырын жасап илеп алатын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы 300 грамм айранға 1 шай қасық тұз, аз мөлшерде ұнымызды ақырындап қосып илеуді бастаймыз. Мен 400 граммдай ұн қолдандым. Bir жұмыртқаның сарысын қосамыз. Ұнды бірден сала салуға болмайды, себебі дұрыс араласпай қалуы мүмкін. 2 ас қасық сұйық майымызды, алдын ала туралған 15-20 грамм көк пиязымызды салып, орташа тығыздықтағы жұмсақ қамыр илеп аламыз. Достар, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Әр апта сайын шығатын жаңа видеоларды көру үшін қоңырауша белгісін басып қою қажет. Иленген қамырымыздың бетін шауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте үккіштен өткізілген 200 грамм сырымызға аздап тұз қосып, 1 жұмыртқаның ағын және қалауларыңыз бойынша творог қоссаңыздар да болады. Тынып қалған қамырымызды 6 бөлікке бірдей етіп бөліп алатын боламыз. Қамырдың кішкентай болып қалған бөліктеріне үлкен бөлігінен алып, аздан қосып аламыз. Енді әр қамырдың бөлігін илей отырып, кішкентай зуалалар жасаймыз. Қамырдың беті кеуіп қалмас үшін бетін орамалмен жауып қоямыз. Жұқалап әр қамырға ұн сеуіп отырып жайып аласыздар. Достар, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, үйлеріңізде жасап көруге кеңес беремін. Мінекей, әрбір жазылған қамырымызға 6 бөлікке бөліп алған сырымызды қосып, шеттерін ақырын баса отырып, жабыстырып бір формаға келтіріп аламыз. Қызып тұрған құрғақ табаға әр жағын 8-10 минут кезектестіріп отырып, қарып пісіріп аламыз. Алдағы уақытта менің тағы да басқа жаңа рецепттерімді көру үшін подписаться етіп, қоңыраушаны баса кетіңіздер.
Дайын болған хачапуримызға ыстықта бетіне сары май немесе маргарин майын жағып алсаңыздар, өте жұмсақ болып шығады. Мінекей достар, осымен біздің кереметтей хачапуриіміз дайын. Пирожкидің орнына арасында жасап тұрсаңыздар, өте керемет болып шығады. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, үлпіршелеріңізді баса кетіңіздер. Келесіде кездескенше сау саламат болыңыздар.